Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алтын сақа ертегісін оқып беретін болам. Бірге тамашалайық. Алтын сақа. Ертеде бір бай болыпты. Әлгі байдың баласы жоқ екен. Зарыға жүріп бір ұлды болады. Бір күні жылқысын көлге айдап келсе, жылқысы үркіп, су ішпей қояды. Қараса, судың бетінде бір тасбақа жүзіп жүр екен. Бай тасбақаны судан шығарып жіберейін деп, құрығымен түрте бергенде, әлгі тасбақа мыстан кемпірге айналады. Шап беріп байдың тамағына қылғындыра бастайды. Жанынан қорыққан бай, оған бар байлығымды, бөгіл жылқымды ал дейді. Сонда кемпір, жалғыз ұлыңды бер, әйтпесе тірі құтылмайсың, дейді мыстан кемпір. Амалы құрған бай келіседі. Көшкенде ұлыңның алтын сақасын жұртқа тастап кет. Мен сол жерде күтіп отырам, дейді мыстан кемпір. Бай ұлының алтын сақасын жұртқа тастап кетеді. Жаңа қонған жерде бала алтын сақасын іздейді. Сақаң жұртта қалып қойған болар, дейді бай. Әке, мен жұртқа барам, маған ат бер, деп шешеді бала. Жылқышыға барсаң, ат береді, дейді бай. Жылқышы, жылқышы, маған мінетін ат бер. Жүгеніңді салдырат, оған мойнын бұрып, қарағанын ұстап мін, дейді. Бала жүгенін салдырады, бұған бір қотыртай қарайды. Қотыртай ер салған бетте арғымаққа айналады. Бала құйғытып отырып жұртқа келсе, алтын сақасы күнге шағылысып жатыр екен. Жанында бір кемпір отыр. Шеше, ана жатқан алтын сақамды бере салыңызшы, дейді бала. Ой, балам, өзің түсіп ал, мен тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, дейді кемпір. Ана келе жатқан сіздің балаларыңыз ба, шеше, дейді бала. Кемпір жалт қарайды. Осы кезде оның аты бетегеден биік жусаннан аласа болып жата қалады. Бала сақаны іліп алып құйғыта жөнеледі. Қап, мынаны-ай, бәрібір құтылмайсың, деп ол мыстан кемпірге айналып қуа жөнеледі. Мыстан кемпір бір тісін жұлып алып, жібере қалғанда, аттың бір аяғын жұлып кетеді. Ат үш аяқпен шаба береді. Бақытқа орай арғымақ бір үлкен теректің түбіне жетіп барып құлайды. Бала әлгі терекке өрмелеп шығып кетеді. Мыстан кемпір тағы бір түсін жұлып алып күрек жасайды да, теректің түбін қаза бастайды. Ол терек түбін ұзақ қазады, әбден шаршайды. Сол кезде бір түлкі келіп, шеше, күрегіңізді маған бере тұрыңыз, мен қазайын, сіз дем алыңыз, дейді. Мыстан кемпір оған күрегін береді де, өзі ұйықтайды. Түлкі шұңқырды қайта көміп, өзі орманға қашып кетеді. Мыстан кемпір оянса, түлкі жоқ, күрек те жоқ, қазған жерін қайта жауып тастаған. Ыза болған ол, қалған жалғыз түсін жұлып алып, одан кетпен жасайды. Содан ағаш түбін тез-тез қаза бастайды. Ызаланып қазғаны сондай терек құлауға таянады. Теректің басына тұрған бала ұшып бара жатқан қарғаға, қарға, мені мыстан кемпір... Ал қарға бір қарқ етіп бұрылмай кете барады. Кенеттен бір қарлығаш ұшып келеді. Қарлығаш, менің төбетіме айтшы, мені мыстан кемпірден құтқарып алсын. Тезірек баршы, теректі құлатуға аз қалды, деп жалынады бала. Қарлығаш қайырылып келіп, баланың басынан қанатымен бір сипап, одың ауылына қарай ұша жөнеледі. Қарлығаштың хабар естіген төбет құйғытып балаға көмектесуге асығады. Төбеттің келіп қалғанын көрген мыстан кемпір аузын ашып қалса, бірде-бір тісі жоқ екен. Ең соңғы тісін кетпен жасаған болатын. Содан мыстан зытып отырады. Зытып отырған соншалық төбет одан көз жазып қалады. Теректен түскен бала арғымағына келеді.
Алтын сақасын тигізіп қалғанда арғымағы баяғы 4 аяғы түгел әп-әдемі қалпына келеді. Мыстан кемпірден құтылған бала алтын сақасын алып, арғымағына мініп, төбетін ертіп, аман-есен ауылына келеді екен. Достар, осымен алтын сақа ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.